Pro бүгін мен сіздерге қалай фотомонтаж жасауды үйрететін боламын. Алдыңғы видеода мен қалай видеомонтаж жасауды көрсеткен болатынмын. Ал бүгін фотомонтаж жасаймыз. Біз Polish деген приложениені жазамыз да кіреміз ішіне. InShot деген программаның несі? Ағасы ма, інісі ма, бауыры әйтеуір. Мына фото дейміз. Мысалға мен мынаны таңдаймын. Осылай. Енді мысалға оны кесіп тастаймыз. Осылайынан кесіп тастаймыз. Енді суретін басамыз. Мысалға мен мынаны таңдаймын. Үйтіп көшірейік керек. Үйтіп тұра берсін. Болды. Мына болды. Енді мысалға бір нәрсе жазамыз біз. Pro деп жазамыз. Түстерін өзгертсек болады. Маған мысалы мынандай түстерін айтты. Мынандай. Демек, осы әдемірек. Менің албамдағы суретке сәйкес келеді. Ал енді эффект дегенге кіреміз. Скотч. Міне. Бірінші ашып тұрмын скотч дегенді. Жарайды, істемей қояйық дейді. Ойнау не деп шығып кетті. Короче, осыны сохранить етеміз. Мені сохранить еттік та. Енді галереяға кіріп көреміз. Шықты ма жоқ па? Фото эдитор деп шығады. Осындай сурет. Ой, мен әріптерін алып тастаппын ғой. Жарайды, алынса алына берсін. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нурик Про. Қош сау болыңыздар.